Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен жасалу жолы өте оңай чизкейк дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып қойды ұмытпаңыздар. Печеньені алып, дәл осылай ортасынан бөліп, блендерге салып, жақсылап ұнтақтап аламыз. Үстінен 200 грамм маргаринімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай масса болып шығады. Творогымызды, қаймағымызды және шекерімізді барлығын блендерға салып, жақсылап араластырамыз. Формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, алдына дайындаған печеньемізді дәл осылай екіге бөліп алып, жарты бөлігін астына, жартысын жан жағына осылай орналастырып шығамыз. Енді салмасын салып, бір тегіс етіп шығамыз. Жиырма минут 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын.